Капустадан дәмді голубцы жасаймыз. Каналды қолдау мақсатында тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажет болады капуста, оның ортаңғы бөлігін кесіп аласыздар және шеткі бөліктерін кесіп аламыз. Капустаны табаққа жайғастырып, ыстық су құйып, тәрелкемен басып 15 минутқа қоясыздар. Қызып тұрған табаға майды құйып, пиязды қуырып аламыз. Үкіштен өткен сәбізді қосасыздар. Чеснок саламыз, оны да қуырып аламыз. Томат немесе томатный соус болса, соны құйып жібересіздер. 5 минут қайнағаннан кейін су құямыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, кинза салып араластырып аламыз. 20 минуттай қайнатасыздар. Енді ішіне қосатын начинкасын дайындаймыз. Фарш, пиязды турап аласыздар, күрішті жуып саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, 2 жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Капустаның ішіне начинкаларды салып, орап шығамыз. Начинкасын салып, капусталарды орап алдық. Енді табаға жайғастырып шығамыз. Бетіне соусты құйып, 200 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Пеште піскен голубцы дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Видео пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар.